Бір жас келіншек ана танады. Егіз ұл қыз табады. Сол екі баласына сүйсініп қарап, көңілі толып отырған сәтте кенет үйге күннің сәулесі өтпес бір қара көлеңке еніп келеді. Жүрегі дір ете қалған ана алдында ажалдың тұрғанын көріпті. «Иә, мейірбан ана, сіз үшін келдім бұл үйге. Әйелдік борышыңды өтедің. Бұл дүниеге екі жанда келдің» дейді ажал. Ана бұл сөзге көнбейді. «Ажал маған әлі ерте, сен күте тұр. Ұлымның ер жеткенін, қызымның бой жеткенін білейін. Олардың өзім секілді бала сүйгенін өз көзіммен көрейін. Соның бәрін көрген соң, немеремді сүйген соң ала бермен» дейді. «Жоқ, мейірімді ана, сенің жаның дәл қазір керек маған. Неғұрлым тез алсаң, адам жаны сонша тәтті болады» деп айтқаннан қайтпапты ажал. Әлі де көндіруге тырысайын деп ойлаған ана, «Онда біз келісейік ажал. Менің осы көремін деп отырған нәрселерімнен айнытып көр. Тек солар үшін өмір сүрудің еш қажеті жоғын дәлелдеп көрсет маған. Сосын барып, мен бұл өмірден қажыған кезімде, өзім сенен өлімді сұрағанда, мені алып кет» депті. Ажал көп ойланып, ақыры тәуекелге бел буып келісімін береді. «Болсын, мейірімді ана, қабыл алдым тілегіңді». Тірі қалғанына сонау ажалды көндіргеніне мәз болған ана балалардың бетінен мерейлене сүйіп қояды. Ал ажал алда болар анамен болған уәдесін ойлап, көтеріңкі көңілмен өз ауылына қайтады. Сөйтіп байғұс ананың қайғы мен қасіретке толы өмірі басталады. Баласының істеген бірінші опасыздығына, жарының арақ ішіп мас болғанынан, айналасындағы адамдардың надандығына, көршінің қызғанышына, бәріне де шыдайды. Мұхалмат, майыспат. Бұл өмірден шашаса да шығылмат. Балаларым жетім болмасын, жұрт алдында асқақ жүрсін, қайда жүрсе де, қандай азапқа жолықса да, артымда мені күткен анам бар деп жүрсін деп, сондай үмітпен өмір кешті.